Сәлеметсіздер ме оқырмандар, бүгін бисквиттер мен торт дайындаймын 7 мамырға арнап. Ол үшін бізге қант керек, 5 жұмыртқа керек, ұн керек. Бүкіл рецебін описаниеде жазамын. Бес жұмыртқамызды міне салдық, енді осыны араластырамыз. Міне қантын саламыз. Жұмыртқамызды араластырып болдық. Енді ұнымызға 10 грамм разрыхлитель араластырамыз. Араластырып аламыз. Енді осыны ақырын миксермен араластырмаймыз, қасықпен араластырамыз онымен. Ақырын араластырасыздар. Міне бисквитіміз дайын болды. Енді осыны 180 градусқа 20-25 минутқа пісіріп аламыз. Бисквитіміз дайын болғанша сливочный маймен сгущенкадан крем дайындаймыз. Міне бір күнгі мейрамға дайындаған бисквиттарымыз дайын болды. Біреуін какаомен қосып істедім, біреуі бисквит ештеңе қоспадым. Осыны ортасынан кесіп, сахарныйдан сироп жасаймыз, чтобы құрғақ болмау үшін торт. Сосын креміміз мен сгущенкамен сливочный майда араластырылған. Міне бисквит ортасынан кестік. Енді жаңағы сиропымызды қантпен суды араластырып қайнатып аламыз. Содан кейін суығаннан кейін мына жерге сироп құямыз. Сонда құрғақ болмайды тортымыз. Міне бисквит тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер.